Керемет. Қалайсыздар жалпы? Ұйқыңыз қанды ма? Аппақ көйлек киіп алыпсыз. Нең құрметіне? Тұрмысқа шығайын дедім. Тұрмысқа? Тұрмысқа кімге шығайын деп отырсыз? Тұрмысқа кімге шығайын деп отырсыз? Айтпаймыз. Өсіңдістер, Айгүл тұрмысқа шығуға келді. Сен андай жігіт болып тұрсың, біздің қызды қимай келіп қоштасып кетеді, короче. Типа жылап бардын, соңғы розасын алып кетіп бар. Короче, андай келіп кетпейсің ба менімен деп сұрайсың ғой, короче. Соңында ма? Мен соған сенімен жоқ болды, осы жақта қалам деп айтамын. Керемет. Мен енді қазір кетпейсің ба мен деп тұрмын, сен типа несің? Жоқ, осы жақта қаладым. Қарауында деген. В общем, сол Айгүлді ұзатуға келдік. Шүкір Алла, әйтеуір бүгінге де жеттік ау әйтеуір. Етіп айтасың, скоро. Осы жақтан жігіт келеді, жігіт тауып алам, тұрмысқа шығамын, сөз сөйтіп айтасың. Өзің ұзатасың ғой? Өзім ұзатам ғой? Сен ойлап? Жоқ. Ақ ботам, ал енді қошамын деп айтам. Иә, сөйтіп айтасың. Болды. Екі апайды алып кетіп тойға сосын. Досты? Күн шығып тұр хотя бы деп. А то басқасын бәрі настроение көтермей тұр что-то. Неге? Сол. Басқа байға кеткен кезде осылай кетем дейсің ғой примерно. Плюс-минус. Кайф. Жоқ, онда ол кезде бүйтіп кішкене мәз болып кетесің ба? Мысалдан кешірді. Ана камерада ғана күшті. Ой, інімізге қалтырақман деген ойбой, болашақ мирастың жолын қуатын болашақ монтажер болып тұр. Қазір қызық съемка ойнап тұр, скоро саламыз. Негізі бүгінгі күнім жақсы басталған, бірақ өкінішке орай бір қайғылы жаңалық естідім. Менің ағам, папам туған бауыры дүниеден кетті. Бүгін барайын десем, көңіл айтайын десем, бірден жібермейді. Себебі мен папам туысқандармен, бауырлармен мүлдем араласпаймын. Араласпай кеткенімізге 3 жылдан асып бара жатыр. Қу дүние үшін. Бір-бірімізді ренжіттік. Сондай. Енді бір-бірімізден кешірімді сұрап үлгермедік. Бір-бірімізді түсіне алмай кеттік. Сонымен болды, адам кетті. Қайырлы күн, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы демалыңыздар. Ал мен түнде Ұзынағашқа келген болатын, после октагон көріп, сонымен жеңгем деген лагман, пирожки, чебуреки барлығын пісіріп қойыпты. Соларға тойып алып, бір жақсы бір ұйықтағаным бар. Ұйқым деген қанып әдемі болып тұрдым. Ауа райы деген вообще күшті болып тұр екен. Вот. Өстіп Галешпен ауылын еске алып жүргеніміз бар. Мынақта менің акулам тұр. Ана бамперді көрдіңдер ма примерно? Бүгін негізі пландарым, жұмыстарым өте көп еді. Бірақ осы машинаның жұмыстарымен әлі үлгере алмай жатырмын, бітіре алмай жатырмын. Қазір осы Жібек жолы базарындамын. Запчасть ана мынау қарап іздеп, сонымен бітпей жатқан жұмыстар бар. Біраздан кейін көрсем, не жұмыстар, қандай жұмыстар. Солай. Басқа жаққа уәде беріп болған жерлер, енді көріп отырсыңдар. Енді ренжімеңдер, бүгін осындай ситуация болып тұр. Үлгере алмай жатырмын. Айыпқа бұйырмаңдар. Кеше Амирдің уколдары біткен. Одан кейін енді көптеген дәрілер ішті ғой. Сол себепті бүгін кеше почти ешқандай дәрі берген жоқпын, тек қана бір витамин бердім. Бүгін ұйқыдан тұрып, әйтеуір аппетитін ашып максимально тефтели пісіріп бердім. Артынан сүт қатқан чай бердім. Сонымен тойдырып, қазір далаға алып шыққам. Серуендеп жүрміз. Сондай, а то кеше алдым күндері бойы андай тамақ аппетиті болмады. Бүгін нормально, Құдайға шүкір. Бірлен кәдімгі жақын тұрында. Тамадыларын таны кетейін. Башта тұратын баланың беті. Мұрнынан су ағатын қыздар ешқашан жүлделейді деген. Полиция ішіп алған құмырсқаны ұстап алса, құмырсқа Бір, екі, үш. Сейчас внимание.
негрлермен төбелескен кезімде. Сен приколың жетеді екен ғой. Биледік, енді тамақ ішуге бара жатырмыз. 12 қыз болып. Қыздар, шашырамаңдар, қыздар, сен несен? Стой, жүзіпот, шастай. Раз. Қазақтың қыздары, бүкіл әлемде сұлу екен сен де.